Азанды мазақ қылған бала. Хижреттің 8 жылы Мекке толық ашылғаннан кейін Хунайн шайқасы жүзеге асады. Хунайн шайқасынан пайғамбарымыз әскерлермен қайтып келе жатқан кезде бесін намазының уақыты Біләл радиаллаху анху азан шақырады. Сонда Біләлдің даусын естіген жақын жердегі қой бағып жүрген Алланы мойындамайтын мұсылман емес балалар, бірнеше балалар азанды мазақ қыла бастайды. Сөйтіп, бірнеше бала әрқайсысы азанды әртүрлі дауыспен шақырады. Соның ішіндегі бір баланың ерекше дауысы әдемі екен. Осы хабар пайғамбарымызға жеткен кезде пайғамбарымыз сахабалардан сұрады: "Ол дауысы әдемі баланың қайсысы екендігін қазір ажырата аласыңдар ма?" дейді. "Біз, Аллахтың елшісі, ажырата алмаймыз" деді. "Онда бүкіл балаларды алып келіңдер менің алдыма" деді. Сахабалар бүкіл балаларды пайғамбарымыздың алдына алып келген кезде ішіндегі ең әдемі дауысты Абу Махзура есімді бала болатын. Ол өзі осы оқиғаны хабарлап: "Мен қатты қорқтым, дірілдедім, Мұхаммед маған бір зиян тигізе ма деп ойладым" дейді. Сөйтіп пайғамбарымыздың қасына алып келген кезінде: "Азанды жаңа әдемі айтқандарың қайсыларың?" деп пайғамбарымыз жымиып сұрайды. Сонда әрқайсысы қорқыныштан "мен" деп айта алмайды. Сосын: "Олай болса мен жеке-жеке әрқайсыңа азан айттырып көрейін, ал бастаңдар" деп әрқайсының азан тыңдап, ішіндегі Абу Махзураға кезек келген кезде ең әдемі дауысты бала осы екендігін пайғамбарымыз біліп, орнынан тұрып Абу Махзураның қасына жақындап: "Балақай" деп пайғамбарымыз оның төбесінен бастап қолымен сипап, одан кейін жүзін сипап, одан кейін тамақтарын, кеудесін сипап және кіндікке дейін келді. Бұл жерлердің барлығы әдемі дауыстың шығуға әсер ететін жерлер болатын. Сөйтіп пайғамбарымыз ішіне келіп қолын тоқтатты да: "Аллах сені берекесіне бөлесін, ей Абу Махзура, және сенің даусыңа да Алла береке берсін" дейді. Сонда осы оқиғаны хадисте жеткізіп отырған Абу Махзураның өзі: "Дәл сол сәтке дейін мен үшін жер бетінде ең жек көрінішті адам Мұхаммед болатын" дейді. Ал сол сәтте Аллах елшісі мен үшін жер бетіндегі ең сүйікті адамға айналды. Бұл оқиғаны Абу Махзураның өзі хадисте баяндап, мен сол жерде "Я Аллахтың елшісі" деп ислам қабылдағандығын кәлима шахадат айтып жеткізген. "Ашхаду ан ла илаха илlallah ва ашхаду аннака расулулла". Алладан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ, және расымен де сен Аллахтың елшісің деп исламы жарқ етеді. Және пайғамбарымыз айтады: "Я Аллахтың елшісі, сіз Меккедегі мені азаншы қылып бұйырыңызшы" дейді. Сонда пайғамбарымыз сол жерде: "Мен сені Меккенің азаншысы болсын деп бұйырдым" деді. Сол сәттен бастап Абу Махзура сахаба атанып, пайғамбарымыздың батасын алып, Меккеге барып, Меккеде азаншы болды. Медина қаласында Біләл радиаллаху анху пайғамбарымыздың азаншысы болса, Меккедегі пайғамбарымыздың азаншысы Абу Махзура. Және тағы да хадистерде келеді хабарлар, Абу Махзура өзінің шашын мүлдем қимағандығы туралы өмірінің соңына дейін. Өйткені пайғамбарымыздың мүбәрәк қолдары тиді, "Мен ол шаштарды қалай қиямын" деген. Міне пайғамбардың дұғасының қабыл болғандығының көрінісі Абу Махзура есімді сахабаның ұрпағы 300 жылға дейін қасиетті Мекке қаласының азаншылары болды. Осы оқиғаны алғаш рет естіген болсаңыз, өз сторисіңізде бөлісе кетіңіз.